Ассаламу алейкум ағайын. Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі бейне баянымда осы Америкаға көшпей тұрғанда бір ай бұрын және бір айдың ішінде түсірген ұялы телефоннан түсірген бір сюжеттерім бар еді. Соларды жинап, соның жиынтығын осы жерге салайын деген. Өзім үшін естелік, сіздерге де бір қызық болар. Қандай сюжеттер болады? Алматының көріністері, жұмысым, бұрынғы жұмысым Мәскеу, бастықтар Мәскеуде болатын, сол Мәскеуде бір-екі кадрларын бар түсірген. Одан кейін визаны алмай тұрған кезде визаға, консулға бармай тұрып, міндетті түрде Американ үкіметі сізді аккредитациясы бар емханадан барып медикалық қараудан өтуіңізді сұрайды. Соны өткеннен кейін бүкіл сол емхананың баяндамалары сол консулға апарылады. Сіз апармайсыз, оны өздері тікелей баяндап береді. Денсаулығыңыз туралы. Ана туралы айтып кетейін деген, аты SOS International, Луганский көшесімен көтеріліп жатқан кезде Алматы қаласында Сатпаев көшесіне жетпей, оңға бір бұрылып кететін жер бар. Қораға кіретін болсаңыз, сол жақта бір үйдің бірінші қабатында кіреберісі бар. Сол жаққа кірсеңіз, сол SOS International емхана сізді қабылдайды. Оның жаңағыдай виза алу үшін медикалық қараудан өтетіндей аккредитациясы бар. Яғни әрбір емханадан өтпейсіз, тек қана американдық консул тағайындаған бір-екі қана жер бар Алматыда. Жаңағыдай қараудан өтетін, медикалық қараудан өтетін. Соның біреусі сол SOS International. Ол бұрыннан 16 жыл, 17 жыл бұрын ашылған емхана, өте тәжірибелері көп. Бағасын сұрасаңыз, өздерінің бір бағасы бар, бір адамға $330 ма сондай. Негізі біз семьямызда, отбасымызда 5 адам, мен әйелім 3 балам, негізі 4 балам бар ғой, бірақ осы менімен виза алған 3 ғана, кейінгі 3 балам. Сол 5 адам болып барғанымызға қанша? 500 мың теңге төледі. Ол кезде доллардың курсы 380 теңге болатын. Өзіңіз есептейсіз, бір адамға 100 мың теңгедей кетті ғой, сол бағалар. Америкаға көшуге әрекет жасап жүретін болсаңыз, қорықпаңыздар, медикалық қараудан өткен кезде сол жергілікті дәрігерлер сіздің денсаулығыңыздың жаңағыдай жақсы болуына тілектес болып, тез оңай ешқандай кедергісіз өтуге жаңағыдай барынша қолдау жасайды. Сізді шалып қалуға ешқандай ниеттер болмайды. Қайта солардың көрсеткен қызметіне сіз жаңағыдай риза болып басқаларға да айтасыз. Оларға клиент көп болады, сол себептен олар бостан бос жаңағыдай сізге тиісе бермейді. Мен сізге айтайын, тиісіп кететін, былай тиісетіндей бір жағдай қандай флюорография жасаған кезде, біз енді Қазақстанда өкінішке орай өкпе аурулары көп болады екен. Соны туберкулез дейтін жаман ауру бар. Егер сондай аурумен адам ауырса, оны Америкаға ондай адамды жібермеу мүмкін. Сол себептен рентген жасаған кезде кейбір дақтар пайда болуы мүмкін. Бірақ ол дақтар міндетті түрде туберкулездің кесірінен емес, әшейінде бір пневмония, жаңағыдай болмаса бронхит болса, сондай дақтар рентгенде сол дақтар пайда болып қалуы мүмкін. Одан сіз қорықпаңыздар, барыңыздар, жаңағыдай өтесіздер. Егер де сонда бір дақ бар болатын болса, кейін бактериялық тексеру бар, бірақ ол 45 күн өтетін анализ. Соны туберкулезбен жаңағыдай айналысатын ауруханалар бар. Солар справкасын береді сізге кейін. Ауру емес деген сөйтіп, сонымен қайта барсаңыз, қайттан жаңағыдай қабылдап консул сізді визаңызды беруі мүмкін. Ал егер жаңағыдай сондай туберкулезі бар деген күдік бар болатын болса, онда сізге виза берілмейді. Уақытша ма, жоқ, жалпы берілмей ме, соны білмеймін, кейін сұрап аласыздар ғой. Ол бір, одан кейін сол Алматының бір көріністерін көрсетемін, одан кейін өзінің былай айтқанда алдаспан ойнап жүрген студиясын көрсетемін, одан кейін біраз аспаптарымды Ерлан Стамбековтың өзінің концерттік залы бар Алматыда. Оның атын жаққа келтірем қазір, құда қаласа. Сол концерттік залға өз аспаптарымды, артық қалған аспаптарымды апарып тіркеуге документтермен тіркеп қойғам, келісімшарт бойынша. Қазір сол концерттік залда қолданылып жүр сол аспаптарым. Сол жерде бір-екі жаңағыдай аспаптарымды ұрып қойған бар, түсірілген кадрларым, соны қосқым келді, осы бейнеге қосам, көрсетем қазір сіздерге. Одан кейін осы жаққа келгеннен кейін, осы Редондо Бич дейтін қалада біз бір 3 аптаға интернет арқылы Airbnb атты сайт арқылы үй жалдағанбыз.
сол үйде 1-2 апта тұрып, мына қазіргі осы түсіріп жатқан жер, осы үйді жалдадым ғой кейін 1 жылға, бірақ оған дейін сол 1-2 апта сол Редондо Бич дейтін қалада тұрған, бірақ оның барлығы Лос-Анджелеске кіреді. Мына қаланың аты Санта-Кларита, ол үлкен Лос-Анджелеске кіре береді. Сол Редондо Бичте жаңағыдай көріністер бар түсірген, соны қосқым келді. Яғни сол алғашқы кетудің алдында 1 ай бұрын, келгеннен кейін 1 ай өткенде, сол 2 айдың ішінде көп эмоция болған еді негізі. Көп толғаным, жаңағыдай көзіме жас келген кездер болды, қуанған кездерім болды. Соны сіздің назарларыңызға ұсынамын. Бір жағынан өз достарыма, өз отбасыма естелік болып қалсын деген ниетпен осы бүгінгі шығарманы осылай деп атайды, естелік деп. Ал сау саламат болыңыздар, арнамда қалыңыздар, апта сайын осындай бейне шығады деп, Құда қаласа деп уәде беремін. Сау болыңыздар. أشهد أن لا إله إلا الله. Мінекей Алматыдан Мәскеуге ұшып баратырмыз, ары қарай Лос-Анджелеске ұшамыз. Қысқаша хабарлама. Рахмет сіздерге. Лос-Анджелес қаласына келдік. Бәрі жақсы, иншалла. Жақсы болсын бәрі. Ал енді біз алғаш келген кезде бір айға Airbnb сайт арқылы жалдап алған үй осы, мынау.
негізі екі семьяға арналған үй. Мына жақтан бір кіретін есік бар, мына қазір көше жақтан екінші есік бар кіретін. Мінекей. Сол мына Редондо Бич дейтін қала кішкентай Талғар сияқты. Болмаса Ленгер сияқты. Міне үйлердің барлығы осындай жеке үйлер көбінесе. Қабат-қабат үйлер жоқ. Одан кейін көшенің түрі мынандай, мінекей парковка аз, парковканы жаңағыдай өйстіп машинаны жолға қойып кетеді екен барлығы. Үйдің қасында орын аз болса. Шөптері бөлек екен, біздікіне қарағанда Евразияның шөптеріне ұқсамайды. Мына пальма дейді ғой. Мына пальмаларды көрдіңіз ба? Олар негізі табиғи түрде өспейді екен жерде, егеді екен оны, бірақ еккеннен кейін не өседі екен. Міне Редондо Бич кішігірім қала, Лос-Анджелес несіне аймағына кіреді. Өте жақсы ыңғайлы қала. Теңізге, мұхитқа бір 15 минут жол көлікпен. Тағы не айтуға болады. Сол мінекей таңертеңнен бастап шығамыз өйстіп. Ауасы таза. Мысалы Түркияға барған ағайындар болса, мысалы Түркия келгенде ауасының бір иісі болады, теңіздің дәл сондай иісі бар осы жерде де. Ауасы таза, жақсы барлығы. Енді келесі үйді жалдағанда тағы бір бейне түсіретін шығармын, Алла қаласа. Сондай. Ассалаумағалейкум ағайын, ханымдар мен мырзалар. Міне біз Америка Лос-Анджелесқа көшкеннен кейін Airbnb сайттан үй жалдаған біз. Осы 5-6 адамға, семьям 5 адам болып келдік қой. Сөйтіп мына жерде бір жерде 2 үй салынған екен. Сөйтіп әрбір үй 2-ге бөлінген, 2 кірісі бар жаңағыдай. Яғни бұл осы жерде 2 ғимаратта 2 үйде 4 семья тұра алады. Соның біреусінде біз тұрып жатырмыз. Сөйтіп мына жерде мындай бір ағаш бар екен. Сол қандай ағаш десем авокадо екен ғой. Авокадо білетін ағайындар, сол ағаш қалай өсетін қызық болған шығар сіздерге. Соны сізге көрсетейін деп едім. Міне авокадо ағашы өстіп өседі екен. Біздің Алматыда жаңағыдай Қазақстандағы біз жеп жүрген авокадоның дәмі 2-3 есе нашар шығар осы жердегі жергілікті авокадоның дәміне қарағанда. Сөйтіп авокадоның ағашы осындай, мінекей, көрдіңіз ба? Авокадо не үшін керек деп сұрасаңыздар, кейбір адамдар білмейді ол авокадо не үшін керек. Авокадо өзі мындай майға ұқсайды, сары майға. Түрі жасыл болғанымен дәмі сары майға ұқсайды, майы жоқ. Соны мысалы үшін біз жасын келген сайын майлы тамақ жемеу керек дейді ғой, өйткені біз қара жұмыс жасамаймыз. Қара жұмыс жасасаң да сол май жемеуге тырысу керек та, оқта-текте болмаса. Сол күнделікті таңертең авокадо жеу керек. Авокадоны аршып, ішіндегі сүйегін алып, сыртындағы қабығын алып, сөйтіп қалған турап, соны нанның үстіне салып жесеңіз, кәдімгі нан мен май жегендей боласыз. Бірақ ол май зиян бізге, бүкіл тамырларымызды бітейді, инфаркт, инсультке себеп болады. Ал авокадо керісінше денсаулыққа өте пайдалы. Міне осындай авокадо өседі екен. Авокадо осындай болады екен. Міне осы американдықтардың тұрмысы осындай. Бұл Редондо Бич қаласы Лос-Анджелес аймағына кіреді. Лос-Анджелестің аймағы өте үлкен. Мысалы, біз Алматы дейміз, жаңа Алматының төңірегі дейміз. Сол Алматының төңірегінде Талғар, Қаскелең дейтін қалалар бар. Лос-Анджелестің аймағы да сондай. Лос-Анджелес аймағында Лос-Анджелестің қаланың өзі бар. Бірақ Лос-Анджелес аймағы дегенде бір атау бар. Бірақ ол аймаққа бірнеше қала кіреді. Соның біреусі Редондо Бич. Сонымен қатар Редондо Бичпен қатар талай қалалар кіреді. Мысалы, Торренс дейтін қала бар, Карсон дейтін қала бар. Басқа да қалалар бар. Соның барлығы неге кіреді? Лос-Анджелес аймағына. Мінекей кішігірім репортажымыз осымен бітеді. Осы біз жалдаған үй
төңірек өте әдемі. Мінекей мынандай сай. Мінекей осындағы тұрып жатқан адамдардың көліктері. Бізде әлі көлік жоқ, әлі сатып алған жоқпыз. Құдай қаласа сатып аламыз. Мінекей үйлердің бәрі, мына жақта жер сілкініс болғаннан кейін мына үйлердің барлығы ағаштан жасалынған. Сөйтіп ағаштың үстіне штукатурка ұрған. Мінекей мынау электр қуатының есептегіштері. Мына қоқыстары осындай неге салады. Жаңа контейнерлерге салады. Мінекей мына тынық теңіздің бойы салқын болады әрдайым. Қазір енді наурыз айының 6-шы жұлдызы. Таңертең кешке осылай куртка, шарф, бас киім киіп шығам. Кешке де үстіп жүрем. Әсіресе мына теңіздің қасында салқын. Үйдің қасында да салқын, ана жерде тереңге баратын болсаңыз, енді үй жақтарға баратын болсаңыз, бәрі кешке таңертең салқындау. Осылай киініп жүреміз мінекей. Міне тынық теңіз, скейтбордпен жүрген адам. Әдейі бір киім киген, су өте суық, жазда да шомыламайтын негізі. Тынық мұхит дейма. Қызық құстар жүр, көрдіңіз бе? Тұмсығымен құмды қазып жүр. Мінекей тынық мұхит. Лос-Анджелес аймағында. Манхэттен бич деп аталады бұл жағалау. Мінекей үйлерін көрдіңіз бе? Үйлері бар. Негізі әдемі құмды сеуіп тастаған жерде. 1-200 метр тереңдігі үйлерге дейін әдемі құм жасалынған. Сол жерде отырып демалсаңыздар болады. Мына құстардың түрі әдемі екен, қараңыз. Көріп тұрсыз. Алла тағала тұмсықтарын сондай қылғанға әдейі, көрдіңіздер ме? Бір заттарды жеп атады, қазып. Терең құмнан алып алады бір заттарды, соны жейді. Мінекей мына мұхиттың жағалауын әдемелеп тазалаған, әр жерде осындай қоқыс салатын шелектер бар осындай. Ал адамдар жүретін жерді үстіп бетондап қойған әдемелеп. Көрдіңіздер ме? Мына жақта велосипедпен жүруге болады. Жаяуда жүрсеңіздер болады. Сөйтіп мына қоршаудың тесіктері бар, осы жерден кіресіздерді мұхитқа жақындайсыз. Бәрі тәртіпті, таза бәрі. Ауасы керемет. Тыныш. Ешкіммен ешкімнің жұмысы жоқ. Бір-біріне күлімсіреп қарайды, бір-бірін амандасады, бір-бірімен танымаса да. Өте жақсы жер екен.